Сол үшін осы көкірек неғұрлым беріле берсе, біз мынандай бір үлкен нығметке ие болады екенбіз. Неғұрлым мен Аллаға беріле берем, Раббым мынаны істе дейді, болды Раббым, мынаны таста дейді, болды Раббым, істе дейді, болды Раббым, таста дейді, болды Раббым дей беретін болсам, менің көкірегім жалпы күнә деген нәрседен тазала бастайды екен. Өйткені менің берілуіме кедергі жасайтын өмірдегі ол тек қана күнә. Күнәнің ақиқатын атылушы ашу үшін күнә деген нәрсенің өзі не екенін қарас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отқан. Сенің көкірегіңді ашпадық па деген кезде, соның нәтижесінде біз сенен жүгіңді түсірмедік пе деген кезде, біз жүгіңді деп пайғамбарымызға деген құрметпен айтып жатырмыз. Асылы ол күнәні білдіретін нәрсе. Фатх сүресіндегі біз саған шынымен де сондай бір керемет айқын жеңісті бердік, о пайғамбар. Алла тағала сенің ілгерідегі және кейінге қалып қойған күнәларыңның бәрін кешіру үшін дегендей. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзін Алла тағала екі арада. Біз пайғамбарымызбен екі арада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты күнә деген нәрсені ойламаймыз. Ол құрметсіздік болады біздің тарапымыздан. Алайда Раббысы онымен екі арада тәрбиелеген кезде Алла тағала оған айтады: «Фағлам», Мұхаммед сүресінде, біл, Алладан басқа құдай жоқ екендігін. Көрдіңіз бе? «Вастағфир ли замбика», сосын күнәңа кешірім сұра. Адамның осы мына жүрегінде пайғамбарымыздың өмірде ең қатты қорқатын нәрсесі күнә екен. Ойлаңыз. Жаңағы жүректің тазалығы соншалықты жалтыраған жүрек күнә деген нәрседен қорқады. Ол көтере алмайды ол күнәні. Жүрек көтере алмайды. Қорқатын нәрсесі күнә. Осы состояниені мен саған жасадым деп отыр ғой халде. Біз сенен күнәңді, жүгіңді түсірдік деген сөз. Көрдіңіз ғой. Мүлде күнәмен байланыс болмайтындай қылып қойдық сені. Алламен екі арадағы байланысың сондай жарқыраған байланыс, о пайғамбар. Көрдіңіз бе? Мына күнәсіздік, мысалы бізде біреу қайта-қайта жаттығу жасап тұрмаса, формамды жоғалтып алдым деп айтады ғой, қалпымды жоғалтып алдым. Пайғамбарымыздағы ең маңызды нәрсе мына жүректің тазалығын жоғалтпау. Күнәсіз жүрек, күнәсіз жүрек. Неге?